әзіленемін деп өзінің орны бар менің бауырым. Ары қарап өзінің әдемі әзілдеп мен сенің қасына серіктес болып бүгінгі тойға үлесін қосатын Қазбек шақырайық деп жатыр. Қазбек кел, бізге көмектесесің. Жастардың тойын ары қарап бәріміз қатар жүріп қызықтырайық. Бүгінгі құдаларға деген құрметімізді, тойға деген шашуымызды осы Қазекең бәріміз жабылып жүргізейік деп тұрмыз бауырға. Сіздің тойыңыз анда балдар өзі жақсыға бәрі құмар ғой. Театр таланты Алматыдан осы Шымкенттің жігіті болған мен Алматыда талай кинода, театрда көріп жүрген жастар өзі танымал тамам Қазеге мархабат той дегеніз бүгін ұрам сайгүл жүргеніміз. Бұны қонақтар алдыңызда жан-жаққа шығып кеткендер болса маған айтыңыз, мемлекет Рахмет, ассалаумағалейкум, тойға туылсын Шымкент! Он не Спайдермен, он казахский шоумен. Алдарыңызда Қазбек, Досбек, көңілді көтерушіңіз. Қалай ғанайсың. Рахмет, той иесі, бөге, келіңізші, жекшеп екеуіңіз келіңіздер. Сіздер болмасаңыздар мені ешкім танымайды, шапалақ ұрмайды. Бір шапалақ ұру үшін ардайын осы жерге милиция берем ау дейді. Бір шапалақ сұрап қояйық той иелеріне. Рахмет. Бөке, мына келген қонақтың барлығын өзіңіз шақырған шығарсыз меніңше. Барлығын танисыз ба? Иә. Значит, сіз бәрін танысаңыз, оларды сіз тану керек. Күте тұрайық. Өздері біліп шапалақ ұратын шығар. Бар екен, танитын адам бар екен, 27 адам бар екен, осы танитын. Бөке, болмай, бұндай шапалақ болмай. Ұлымыз үйленді деп қуаныштысыздар, дұрыс па? Неге шаттанып жүрмеске, неге мынау ортада шандырып билемеске? Екеуіңіз бір той иесіне ұқсамайсыздар, как бір складта жүрген адам сияқтысыздар да. Екеуіңіз кәдімгідей мына жерде би өнер көрсеңіздер, келген ағайынсіздерді бір шапалақпен қарсы алса деп жатыр. Бола ма? Сәл ары тұрамыз, мен хабарлайын. Дайынбыз ба, құрметті? Шымкент дайын ба? Дайындаламыз. Уважаемые дамы и гости, құрметті ханымдар мен мырзалар, ladies and gentlemen, встречайте, алдарыңызда тойымыздың иелері. Шаршама деп шаршама. Бұны екеуі бір-бірімен араласама? Танысыңдар. Екеуіңіз бір-біріңізге қарап жолқынып тұрып билесеңіздер, әннің өзі айтты ғой, жолқынып тұрып биледі ол. Сол кезде Бөке, сізді сыйлап білген осындағы ағайын туғандар, шынымен сыйлап білсе, орнынан тұрып шапалақ ұрады. Мен айтты дейсіз ғой, ал тұрмаса, значит Бөке сізді көре алмайды. Міне кімнің көретіні қалып көре алмайтынын қазір берген боламыз. Сіздер басын ашыңыздар, осы жолы барлық орнынан көтеріп тұрып шапалақ ұрады деп ойлаймын. Қабылыңыздар, встречайте, тойымыздың иелері! Қош келдіңіздер! Бөке, жекшен түріне қараңыздаршы. Бөке үйленгеннен кейін биге шақырмай болған ғой, жекшен. Арса болып қалды кәдімгідей бір. Той иелеріне бір қол соғып қошемет. Менімен деген осындай ресторандарда, дәмханаларда бағанамдағы сағат 10 төңірегінде 100 адамнан қалса 50 адам қалады. Қалмаса оларға кетеді. Мына қара 4 адам дегенді айналып кетейін. Аса бастаған. Оның жайы менің ставкам қымбат бірақ 5 лаш. Біздер сізге қызым жақсы думандар, сыртымыздан талай сөз бар сумаңдар. Халқымыздың кәдесінде жүретін ол ағайын тамаданы тыңдаңдар. Өткізіп жүр бұндай тойдың талайын, әнмен биге бөліп алып маңайын. Шошпай. Той дегенде әскетінім таппайтын, тамадана бір шапалақ алайын. Шабытына шабыт осылайын алайын. Рахмет.
Рахмет, көке тұрыңыз. Қазақты жамандама қазақ бала, қазақ деген өзі шіркін азақ қана. Осындай маған керемет тілек, сіздерге керемет тілек айтқан бір қазақтың жағдайын түсініп, шын қошеметін соғады, осындағы әр жан ашыр қазақ қана деп қояйық. Ағайын, басты бермен бұрмаймыз ба? Құдекеңнің осы сөзін естіп, шабыттанып орнымыздан тұрмаймыз ба? Құдекең осындай необычный тілек айтқан кезде, не западло, бір шапалақ ұрмаймыз ба? Құдеке, той отырып. Жүрмесе де өзгелердей тасада, шаттырмаған сүмір шіркей масаға. Бар шабытын жанына жинап отырған бүгін тойда. Атын кім? Қазыбек Асаба. Шабытым менің тағы шаппай мекен. Бұл ауылдың иттері қалмай мекен. Көкемді бір сөзбен жеңдесем, көкем домбыраны қолға алмай, мына жерде қампайды. Ой, рахмет. Қайраны қосқамай, ашкем қалай? Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Азаматтар, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, братва? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Сіздің ниетіңіз аға. Не деген шабыла рахмет сіздерге. Бауыржан, мамашка, Бауыржан аға, анамыз бар ма? Апа қалайсыз? Байқамаппын ғой. Сізді көріп, анамды көргендей болдым.